Білмейсіздер ме, бүгін мен сіздерге керек жоқ қораптан мектепке арналған әдемі бұрышты қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін сізге қорап, пластикалық ыдыс, осыған тәрізді желім, скотч, жіп, қайшы және де бір жағы жазылған қағаздар керек болады. Бірінші біз қорапты алып, ақ фон немесе өзіңіз қалаған басқа фонды желіммен желімдейміз. Мен ақ фон алдым, ал сіздер өзіңіздің қалауыңызбен басқа фонды таңдауға болады. Енді біз скотч пен жіпті аламыз. Және де видеода көрсетілгендей скотчты жабыстырамыз. Енді біз пластикалық ыдысты алып, желіммен немесе скотчпен видеодағыдай жабыстырамыз. Ал енді ыдысты жабыстырып болған соң, біз бір жағы жазулы қағазды алып, оны кішкентай открыткаларға қайшымен кесіп аламыз. Енді осы қағаздарды қиып болған соң, біз видеодағыдай оларды скотчпен скотчтаймыз. Ал қазір осы қалған қағаздан біз сабақ кестесіне арналған кесте жасаймыз. Енді осы кестені желіммен желімдейміз. Енді мен осы пластикалық ыдысқа қалам, қарындаштарды саламын, ал сіздер басқа да қағаздарды сала аласыздар. Енді осы жерге сіздер стикер немесе мен сияқты әдемі қағаз жабыстыра аласыздар. Менде осындай мектепке арналған бұрыш шықты. Назарларыңызға рахмет.